Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Видеоларымыздың кең таралу мақсатында лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Алдын ала рахмет. Ал онда біз бастадық. Бұл уақиғаны бір таксиші аға айтып берді. Мен 20 жылдан бері көлік айдап тіршілік жасаймын. Осыдан 5 жыл алдын менің өмірімде бір ғажап уақиға болды. Түндері ұйықтай алмай, түстеріме елес-елестер кіретін еді. Жанұямның жағдайын жақсарту мақсатында таңертең тұрып, көлігіме мініп бара жаттым. Алдымдан 3 беліне орамал байлаған кісі шықты, және олар маған қарап қолын сілкітті. Тұрыстарынан жаназаға бара жатқан адамдар екені белгілі еді. Тоқтадым. Олардың қасына бардым. Олардың біреуі көрші қалада жаназаға кеш қалып жатқанын, өте тездетіп бару керек екенін, және менің апарып тастауымды қалады. Көп мөлшердегі ақшада табыс етті. Одан кейін біз жолға шықтық. Жолда бір-бірімізбен амандасып, танысып алдық. Одан кейін олар көрші қаладағы атақты бір кісінің қайтыс болғанын айтты. Сол кісінің жаназасы таң атқанда азанғы уақыт болатынын ескертті. Азанға дейін әлі 3 сағат уақыт бар. Біз жолда 1,5 сағат жүрдік. 20 минут уақытымыз сол кісінің үйін табуға кетті. Рахматты әкем айтушы еді. Той мен қонақтықтан қалсаң да, жаназадан қалма балам деуші еді. Сол сөз есіме түсіп, жаназаға мен де кірдім. Әлгі кісілер айтқандай, ол кісі өте абыройлы кісі болған екен. Үйіне кірсек, үйді көп этажды қылып, елге көрінетіндей етіп салған. Ауылға кірсеңіз, бірінші сол кісінің үйі көрінеді екен. Мәйітті табытымен үйден шығарды. Адамдар жаназа оқу мақсатында қатарға тізбектеліп тұрды. Мен де олардың тізбегінің қатарына қосылдым. Иман намазды оқып бастағанында қишу көтеріліп кетті. Мен тізбектің ақырында тұрғаннан кейін маған ешнәрсе естілген жоқ. Кейін мен сол қишу болып жатқан жерге қарап жүре бастадым. Қарасақ, табытты үлкен жылан орап алған екен. Иманның намаз оқуына жол қойып берген жоқ. Есіме түсіп, түндегі жаман түсімнің тәбірі осы екенін білдім. Сол кезде иман ортаға шығып, былай деді. Бұл кісі тірі кезінде қандай кінә жасағаны бір Аллаға куә. Ей жиналған халық, ағайын туыс. Бұл кісінің тіріде жасаған кінәләрінің кешірілуін дұға етіп Алла тағаладан сұранайық. Егер де осы біздердің сұраған кешірімімізден кейін Алла тағала кешірім жасап, бұл кісіні жаназа мен жер бағырына тапсыруымызға рұқсат берсе деді. Сол ортада бәрі қолын жайып, Алладан бұл кісінің кінәсін кешіруін сұранды. Әп сәтте әлгі үлкен жылан табыттың үстінен жоғалды. Намазды оқып болған, ол табытты көтеріп, әулиеге бардық. Әулиеге барсақ, не көзбен көрейік ки? Қабір әлі қазып болған жоқ екен. Бәр адамдар әңгіме сөз қылып кетті. Бұл адам соншалықты тірі кезінде қандай күнә жасаған екен, намаз оқуына Алла тағала жол қоймады. Әрең дегенде намазын оқығаннан кейін келіп қарасақ, қабірі де қазылмаған. Бәріміз бірме-бір кетпен алып шаба бастадық. Жер сондай қаттылығынан қолдарымыз қақсап кететін. 4 сағат дегенде жерді қазып болдық. Енді тек қана мәйітті жерлеу қалған еді. Әлгі қайтыс болған кісінің үлкен ұлы лахатқа кірді. Лахатқа кірді дағын астафираллах деп ұшып шықты. Аң-таң, бәрі оған қарай берді. Бала аузында тек қана бір сөз, шаян, шаян дер еді. Лахатқа барып қарасақ, лахаттың іші толы шаян. Алланың соншалықты кешірімді куә екенін біз білеміз. Алла тағаладан өтініп сұрайық деді иман. Өтініп сұрадық. Кейбіреулер жаназадан кетіп та қалды. Кеш бата бастады. Барша шаршаған. Алла бір рахымшылық көрсетті ме?
шаяндар біртін жоғала бастады. Мәйітті лақатқа түсіріп көмдік. Жаназа бітіп, бәрі үйіне тарқады. Кейін шелік білсек, ол кісі көп адамды жұмыс істетіп, жал ақысын бермеген екен. Көп қыздардың намысын былғап, оларды зордап пен зорлаған екен. Қатты шаршаған себепті сол үйде жатып қалдық. Таң азанмен мәйітті көруге қабір басына бардық. Не көзбен көрейік ке, табыт ашылған, қабір ашылған. Мәйіт сыртта жатыр еді. Соң біз баласына сұрадық. Балам, бұл кісіні жер қабыл қылмайтындай, бұл қандай күнә жасаған? Сонда бала әкесінің ақырғы уақытта өзін қинаған бір ғана қызметі бар екен. Ол бір жанұя жалғыз перзентін емдету үшін үй-жайын сатып, ақшасын жинаған екен. Доктормен барып сөйлесіп берем, жетпеген жеріне өзім қосамын деп, доктормен де кездеспей, сол жерден ғайып болған екен. Кейін шелік ол жанұя одан ақшаны сұраған кезінде, мен сіздерден ешқандай ақша алған жоқпын, мен сіздерді танымайым дегеннен басқа әңгіме айтпаған екен. Біз күшті молда алып келіп, жаназаны қайта оқытып, ол кісіні қайта жерледік. Бірақ ұлына былай деді: иманның айтуы бойынша, сол кісілерді разы қылмағаныңызша әкеңізді жер қабыл қылмайды. Әлгі қайтыс болған адамның баласы да солғы күндерін өткізіп жатыр екен. Дамламенен бірге барып, ол кісілерге ақшаларын қайтарып оқыттық. Содан кейін ғана қабір оны қабыл қылды. Сол кезде мен ойладым, бұл дүниеде осынша азап беріп жатқанда, ол дүниеде ол кісінің рухы қандай азапта қиналады екен. Біз көзіміз тірісінде көріп жатқан азаптар осы болса, ол дүниеде қандай азаптатпақ. Ей адамзат, иманға келіп Алла тағаладан кешірім сұраңыз. Кәшке Алла тағала біздердің де күнәларымызды кешірсін. Егер де видеоларымыз ұнап жатса, бір ғана лайк демесін басуды, және де достарыңызға бөлісуіңізді сұраймыз. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.